түлкі, тасбақа және кене. Баяғыда бір түлкі, бір тасбақа және бір кене үшеуі жолдас болып келе жатады. Алдарында бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойланып, мұны тұқым қылып жерге егіп көбейтейік, сонан кейін бөліп алайық, деді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер, деп жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, кене тарыны жиып, егіп, әлекке түседі. Сөйтіп, көп бейнет шегіп, тары піскен соң, оны орып, жинап алады. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Ертегіні әрі қарай жалғастырып көр. Жақсы балалар, ендеше мен де сіздерге жалғастырып оқып берейін. Мұқият тыңдаңыздар. Бастырғанда бір аяқ тары болады. Біреуі барып, түлкіні шақырып келеді. Түлкі келе сала: бұл тарыны үшеумізге бөлуге болмайды. Үшке бөлгесін бұл әр қайсымызға қаншадан тиеді дейсің? Онан да үшеуміз жарысып, қай озғанымыз алайық, дейді. Мақұл, деп үшеуі бір жерге келіп, қатарласып тұрады. Түлкі: ал кеттік, деп жөней бергенде, кене түлкінің башпайына жабысып, бірге кетеді. Түлкі өліп, өшіп, барынша жүгіріп келіп, қырманға отыра бергенде, кене: енді сіздерге оқушылар сұрақ. Жинаған өнімді қалай бөлісті деп ойлайсың? Түлкінің қылығы туралы не айтар едің? Жақсы, осы сұрақтарға жауап беру үшін, яғни кім өнімді қалай бөліскен туралы арғарай мұқият тыңдаңыздар. Кене айтады: ай, сорлы, мені басып өлтіресің бе, дейді. Ой, сен қашан келдің, дейді түлкі. Сен бағана ал кеттік дегенде-ақ мен келіп қалғанмын, дейді кене. Екеуі дауласып жатқанда аузы мұрны қан болып тасбақа келеді. Келе сала: ойбай, түлкі, мен бір бәле көріп келдім. Жаңа сендердің артыңнан екі қарагер аты бар, қара бүркіті бар, және екі тазысы бар екі адам келіп, жаңағы қасыңдағы түлкі жолдасыңды тауып бер деп, менің аузым мұрнымды қан қылды. Сонда да айтқаным жоқ, осы жаққа қарай келе жатыр, дейді. Түлкі: айналайындар-ай, мені айта көрмеңдер, мына тарыны екеуің тең бөліп ал, мен сендерге риза болайын. Олар келсе, білмейміз қайда кеткенін деңдер, деп тұра жөнеліпті. Сөйтіп тарыны тасбақа мен кене бөліп алыпты. Сонымен оқушылар, жинаған өнімді енді кім алған екен? Тасбақа мен кене екен. Неге? Себебі еңбектенген тасбақа мен кене.